Біздер Алланың қалауымен 143-ші хадиске кеппіз. 143-ші хадиске келген екенбіз Алланың қалауымен. Бап 109-ші бап. Ал хадис 143-ші хадис. Бабу ма жаа фил уду минал маутаи. Жалпы имам Термизи рахимахуллахтың бұл жерде маута немесе маути әртүрлі нұсқалары бар. Енді қолжазбағы нұсқа деген. Имам Термизиден әртүрлі нұсқалар бар. Ең дұрысы осы деп айтады. Маутаи, яғни алиф лам болып хамза тұру, алиф тұрып хамза тұру осының ең жақсы нұсқа деп айтады жалпы. Бұл маути деген былай айтқан кезде бір орынға айтады. Жалпы тақырып не туралы? Бұл бап мысалға киімі бір лас жерден өтетін болса да, киімдері сол бір лас жерден өткен кезде, киімдері сол лас жерге тиіп өтетін болса. Мысалы бір сондай бір жерден өтіп жатыр, бір жер сәл ластау ма сондай да, киімі соған былай тиіп өтіп жатыр. Үстіп өткеннен кейін дәрет жаңарту керек па, дәрет жаңартпау керек па деген мағына негізінде. Фил уду минал маутаи деген сол. Жарайды, тақырып сондай. وبه قال حدثنا أبو رجاء قتيبة قال حدثنا مالك بن أنس عن محمد بن عمارة عن محمد بن إبراهيم عن أمي ولد لعبد الرحمن بن عوف قالت قلت لأم سلمة يا أم سلمة أنا соған айттым дейді. قالت قلت يا соғысқа айттым дейді. إني امرأة أطيل ذيلي. Мен қандай әйелмін дейді? Етегім ұзын дейді. Етегім ұзын әйелмін дейді. وأمشي في المكان القذر. Мен сондай бір орындарда жүрем дейді. Қандай орындарда? Қазар деген, яғни былай айтқан кезде лас болған. Нәжісте болуы мүмкін. Енді бұл жерде мақсат нәжіс қой енді. Бізде мына нәрсені түсініп алу керек та. Лас деген сөзбен нәжіс деген сөздің екі айырмашылығы бар. Мысалы, қолың шаң-шаң болуы мүмкін да. Шаң-шаң. Ол не? Оны лас деп айтасың да. Бірақ та ол намазға кедергі ме? Нәжіс емес та ол. Намазға кедергі емес та. Демек, нәжіс деген басқа нәрсе. Просто әшейін кір немесе әшейін лас деген нәрсе басқа нәрсе. Екеуін ажырату керек, түсіндің ме? Бұл жерде қазар дегеннен мақсат нәжіс болған сондай жерлермен етегім тиіп өтетін сондай әйелмін дейді. Сол кезде пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям ютахируху ма ба'даху деп айтады. Яғни оның ютахируху, яғни оның етегін тазалайтын нәрсе ма ба'даху дейді. Одан кейінгі жағы, яғни мысалы мынандай бұл жерде айтып отқан мына нәрсе. Мысалы әйел жүріп келе жатыр, бір лас жерден өтті. Етегі тиген де болуы мүмкін. Содан кейін таза жерден жүрді. Ол жерде де етегі тиеді, дұрыс па? Сол таза жер оны не қылып жібереді дейді? Тазалап жібереді дейді. Түсіндің ме? Бұл тікелей аудармасы. Түсіндің ме? Бұл тікелей аударма, яғни былай айтқан кезде жаман жерден жүрген кезде етекке тиген нәжістерді кейін таза жермен жүрген кезде сол таза жер ананы не қылып жібереді деп жатыр, тікелей мағынасы тазалап жібереді деп жатыр, яғни етектегі нәжісті. Бірақ біз білеміз, нәжіс жалпы мәниден басқа нәжістер негізінде киімге тисе тек қана немен таза болады? Жуумен ғана таза болады, дұрыс па? Жуумен ғана, яғни бір мекен таза мекеннен өтіп, нәжіс мекеннен өтіп таза мекенге өтсең таза болып қалмайды ғой, дұрыс па? Енді бұл хадис тікелей түсінеміз ба десе, жоқ, бұл жердегі мағына не дейді? Демек, бұны былай түсінуге керек дейді. Біріншіден, киімі су болмаған, дымқыл болмаған, киімі құрғақ болған. Және несі? Тиген жаңағы нәжістер ол да құрғақ болған. Яғни жабыспайтындай, денеге өтпейтіндей құрғақ болған. Екеуі де құрғақ болған, түсіндің ме? Екеуі де құрғақ болған. Сол кезде бір жаңағы сондай нәрсе тисе, кейінгі топырақтар оны тазалап жібере береді деп тұр ғой, былай айтқанда. Екеуі де құрғақ болса, ол кезде болады. Екеуі де құрғақ болса, ол кезде проблема жоқ. Ол кезде ол хадисті тікелей түсінуге болады. Киімде су емес, дымқыл емес, құрғақ болса, нәжісте құрғақ қатып қалған жаңағындай нәжіс болса, сол былай киім былай тиіп өтсе үстіне, ол бұда тікелей түсінсе ештеңе қылмайды. Түсіндің ме? Бұда тікелей түсінсе ештеңе қылмайды. Және одан кейінгі мына айтады, бәби ан Абдулла ибн Мас'уд, Абдулла ибн Мас'удтан да келген, күнна ма Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям, пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям болатын ек, ла натавадда минал маутаи. Біз жаңағындай жерлерден өткен кезде
дәрет алмайтын ек деген нәрсені айтып жатыр. Иә, дәрет алмайтын ек деген нәрсені айтып жатыр. Иә. Түсінікті ғой, демек хадисті осылай түсінеді екенбіз бұл хадисті. Одан кейінгі бап, бабу мәжафи таяммум, таяммум жайындағы бап, 144 хадис. Обихи қала хаддасана Абул Хафс Амр ибн Али әл-Фаллас, حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد عن قتادة عن عزرة عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه عن عمار بن ياسر. عمار بن ياسر деген сахабадан келеді. Бұл таяммум хадисі. Анна Наби саллаллаху алейхи ва саллям амараху бит таяммум лил вajhi вал каффайни. Енді бұл енді ұзақ түсіндірілу керек болған хадистердің бірі. Неге? Себебі Аммар ибн Ясир деген сахабадан таяммум жайында бірнеше хадистер келеді. Өте бір-біріне қарама-қайшы тіпті. Мысалы, мына хадисте пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям оған не деп бұйырған дейді? Бетіне таяммум ұрасың ғой. Сөйтіп бетіңе түрте. Осы бетке кейін каффайн. Каффайн деген мынаған дейінгіні білдіреді. Мынаған дейін, мына жер. Осы жерді ғана деген. Бұл бір хадис келген. Тура осы сахабадан білектің ортасына дейін деп тағы бір хадис келген. Тура осы сахабадан иыққа дейін деп келген. Сырт жағын иыққа, асты жағын қолтыққа дейін апаратын деген. Тура осы сахабадан келген. Көрдің бе? Демек, бір сахабаның өзінен бірнеше вариант, тағы бір вариант келген, шынтақпен бірге деген. Бір сахабаның өзінен осындай бірнеше нелер келіп тастаған. Варианттар келген ғой, бірнеше, бір сахабаның өзіне осынша. Енді Ханафи мазхабы не дейді бұл жерде? Ханафи мазхабы біз осы Аммар ибн Ясирдің хадисінің осы шынтақпен бірге деген риуаятын ғана аламыз дейді. Түсіндің ме? Неге десең, өйткені Абдулла ибн Омар деген сахабаның және Джабир деген сахабаның несі бар дейді? Риуаяттары бар дейді. Имам Дарқутни рахимахулла Абдулла ибн Омардан келтірген хадисте және имам Тахауи Шарх Маанил Асарда келтірген және имам Байхақилар риуаят еткен Абдулла ибн Омардан риуаят етеді. Ол кісі Нафиқ Абдулла ибн Омардың жаңағы шәкірті, былайша айтқан кезде Нафиқ айтады, біз Абдулла ибн Омармен жүрген кезімізде ол кісі қайтып дәрет алатын еді дейді. Таяммум алатын еді дейді. Бетті кейін қолды шынтақпен бірге қылатын еді дейді. Шынтақ, демек біз осыны аламыз. Осыны аламыз. Шынтақпен бірге осы екеуін. Неге? Өйткені қазір мынау келтіреді 145-ші неде Абдулла ибн Аббастың пікірін келтіреді. Қазір бұнда оқи салайық. Абдулла ибн Аббас қысқасын айтқан кезде Абдулла ибн Аббас 145-ші риуаятта былай дейді. Абдулла ибн Аббас сахаба ғой енді. Бұл кісіден сұрайды, таяммум қалай аламыз деп ше? Яғни шынтаққа дейін ба, немесе жаңағы неге дейін ба деген мағына ғой енді бұл жерде. Жаңағы қолтыққа дейін ба, немесе жаңағы білезікпен тоқтай ма деп солай мәселені сұрайды. Сол кезде Абдулла ибн Аббас өз иштихад қылады, қияс қылады. Абдулла ибн Аббас аяттардан айтады. Аятта Алла субхanahu ва Құран кәрімде фағсилу уджухакум ва айдиякум илал марафиқ дейді. Дұрыс па? Бұл дәретте. Дәретте не деп айтады? Жүздерің жуыңдар және қолдарыңды шынтақпен бірге жуыңдар дейді. Дұрыс па? Енді бұл кісі айтады, шынтақпен бірге жуыңдар деп айтты дейді. Енді қараңыздар, енді. Қол кесу мәселесіне келген кезде, ұрлық жасаса дейді, қолдарын кесіңдер деген аят бар. Дұрыс па? Ұрлық жасаса. Уассариқу уассариқату фақтау айдияхума. Дұрыс па? Қолдарын ол жерде шынтаққа дейін андай-мұндай деп айтылмаған. Қол деген жалпы айтылған. Қай жерге дейін кесіледі десе, мына жерден кесіледі. Дұрыс па? Ұрлық қылған кезде, Енді таяммум мәселесінде қолды қалай айтты десе, Аллах Тағала таяммум мәселесінде қолды қалай айтады? Жалпы айтады. Түсіндің ме? Жалпы айтады. Фамсаху биуджухикум ва айдикум. Жүздеріңе мастарсыңдар, қолдарыңа мастарсыңдар. Демек, осы таяммумдағы қол мәселесін ұрлықтағы қолмен қияс қыламыз дейді. Сөйтіп, таяммумды Абдулла ибн Аббастың пікірінше де қай жерге дейін алынады екен? Білезікке дейін алды екен. Біздің Ханафи мазхабы айтады, жоқ дейді, тоқтаңыздар дейді. Өйткені сахабалар да бар да. Абдулла ибн Омар деген сахаба білезік мына жаққа дейін алған. Джабир деген сахаба ол да мына жаққа дейін алған. Бұл жақта да сахабалар бар. Бұл қалай қыламыз десе, не дейді? Ханафи мазхабы айтады. Таяммум дейді, ұрлыққа қарағанда қияс бойынша дәретке жақын дейді. Өйткені ұрлық басқа тема да. Вообще бұлай қарасаң, темасы бөлек қой енді. Ал таяммум темасы неге жақын? Дәретке жақын. Сөйтіп дәрет аятымен түсінеміз бұны дейді.
Дәрет аят неге дейді? Шынтақпен бірге дейді. Дұрыс па? Демек таяммумды да не істейміз дейді? Шынтақпен бірге деп түсінеміз дейді. Түсіндің ме? Мына 145-ші риуаят Абдулла ибн Аббастың келтірген. Бірақ та Ханафи мазхабы бұл риуаятқа қалай жауап береді екен? Осылай жауап береді екен. Түсіндің ме? Бұны осылай түсінеді екенбіз. Иә. Енді бұл жерде көптеген мәселелер қозғалынған. Сол мәселелердің бірі ұру шарт па, шарт емес па деген мәселе. Әлбетте бүйтіп ұру керек пе таяммумда? Бұлай деп әлде қойып алып солай істесе бола ма? Мысалға да енді бірінші қойып, жүзге қойып не қойып. Әлбетте ұру керек па деген мәселе. Қойса жайыз дейді, Мабсут деген кітапта. Әл-ваду жайызун дейді. Қойса жайыз дейді, әлбетте. Алла. Алла. Енді бұл айтыла берсе әңгіме көп, жалпы қою жайыз. Ұрса болады. Түсіндің ме? Енді топырақта кейбір нәрселер бар болатын болса, мысалы дене бетке зиян тигізетін, бетті қырып жіберетін бірдеңелер болса, қағып тастаған дұрыс болып есептелінеді. Түсіндің ме? Алла. Негізінде мынандай емес та, топырақты бетке тура топырақты бетке тигізу ма мақсат? Әлде жерге тиген қолды бетке тигізу ма мақсат? Топыраққа қағуда, мысалы қағу мәселесі. Тигіздің, қақтың бәрі түсіп қалды да, қолың тап-таза болып қалды. Бола бере ма? Бола береді екен да. Түсіндің ме? Мақсат жер жынысына тиген қолды бетке неге тигізу да. Түсіндің ме? Обязательно топырақты тигізу емес. Түсіндің ме? Енді сол үшін де қақса болады енді жалпылама. Алла. Осындай нәрселер бұл жерде не қылынған екен? Айтылынған екен. Жалпы таяммум жайында ұзақ әңгіме, бірақ біздер өтіп кете берейік иншалла. Одан кейінгі хадис 146 хадис. Бабу маджа фир роджули яқрағыл Құран аля күлли хал ма лам якун жүнубан. Адам жүніп болмаса болды, Құран оқи берсе болады. Кез келген жағдайда Құран оқи берсе, жатып оқыса да, қалай оқыса да оқи берсе болады. Әлбетте енді жерде әдептілігіне қараймыз ғой енді, бірақ негізінде болады. Жайыз ба? Жайыз. Маңызды не болмаса, жүніп болмаса болды. Түсіндің ме? Осы жайындағы бап. Вабихи қала хаддасана Абу Саид Абдулла ибн Саид al-Ashaj حدثنا حفص ابن غياث وعقبة بن خالد قال حدثنا الأعمش ابن أبي ليلى وابن أبي ليلى عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن علي رضي الله عنه. Ali radıyallahu anh aytadı. Kana Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yuqri'una al-Qur'an ala kulli hal ma lam yakun junuban. Пайғамбар sallallahu aleyhi ve sellem бізге Құранды оқитын еді дейді. Құранды оқитын еді. Ala kulli hal. Бүкіл жағдайда оқитын еді дейді. Субханалла. Ма лам якун junuban. Не болмайынша? Жүніп болмайынша, яғни жүніп халде оқымайды деген мағына. Түсіндің ме? Жүніп халде оқымайтын еді деген мағына. Біз бұны алдыңғы сабақтарда айттық. Жалпы Құранды хайыз, нифас және жүніп оқымайтындығын айттық, дұрыс па? Дәретсіз адам оқыса болады, ұстауға болмайтынын айттық бұнда. Дұрыс па өткен сабақтарда? Иншалла. Өткен сабақтардың пайдасы, дұрыс па? Бұл жайында біздер өткен дәрістерімізде, сабақтарымызда не қылған екенбіз? Айтқан екенбіз. Бабу маджа фил баули юсибул ард. Кіші дәрет жайында жерге тисе, жер қалай таза болады деген мағынадағы бап. 147-ші хадис. Вабихи қала حدثنا ابن أبي عمر وسعيد ابن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن الزهري عن سعيد ابن مسيب немесе مسيب екі түрлі вариант бар. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال دخل أعرابي المسجد. Бұл енді білесіздер, уағыздарды естіген болуларыңыз керек. Бір араби деген бұл шөл арабы ғой, енді шөлдегі араб. Көшпенді сондай. Сол мешітке кіріп кіші дәрет сындыратындығы жайында оқиға естігесіздер ма? Мешітке кіріп сол оқиға осы. Сол араби мешітке кіріп кіші дәрет сындыратын жайында оқиға. Енді бұл арабидің кім болғанды, аты кім еді бұның деген мәселені ғалымдар қозғайды.
бұл кісінің аты Зу Хумайсара болған дейді. Бірақ та бұндай кісі бір атпен екі кісі бар ше. Зу Хумайсара деген атпен Хуайсара осындай екі кісі бар. Субханалла, біреуі пайғамбар біреу жайында қатты нәрсе айтқан. Яғни қасіретке ұшырайтын жайында айтқан. А екіншісіне субханалла жақсы нәрсе айтқан. Бірақ екеуінің аты бір. Пайғамбар саллаллаху бір күні соғыстан түскен олжаны бөледі. Сол кезде субханалла пайғамбар саллаллаху әділдік қыл деп айтады бір кісі. Субханалла пайғамбарға. Пайғамбар саллаллаху мен әділдік қылмасам кім әділдік қылады дейді. Субханалла. Осы кісі деп айтылатын кейбір ғалымдар осы деп айтады. Бірақ та бұл кісі жайында пайғамбар саллаллаху не деп айтады? Кеткеннен кейін не деп айтады? Бұның дейді, бұның несінен ұрпағынан шығады дейді. Жаңағыдай хауариждер айтады ғой енді. Сондай Құранды оқиды, бірақ мына өңештерінен өтпейді дейді. Яғни Құран жүрегіне жетпейді. Хауариждер шығатын жайында айтқан. Яғни хауариждер олар кімдер? Субханалла, сахабалардың өзін кәпірге шығарандар. Ол сен, мен, ештеңе емес. Сахаба жәннетпен сүйінген әлилерді кәпірге шығарандар ғой, тата ол кетіп қалған, қатты кетіп қалған. Осының ұрпақтарынан шығады деп сол кісіге ишарат қылған. Тура осындай есіммен екінші бір кісі бар. Бірақ аты сол, тура, бірақ басқа кісі да аты бір. Ол кісі жайында пайғамбар саллаллаху жақсы айтқан. Пайғамбар саллаллаху келеді ол кісі. Сөйтіп айтады, қиямет қашан болады дейді. Сөйтіп пайғамбарымыз саллаллаху айтады, сен оған не дайындадың дейді. Сол кезде ол кісі айтады, мен дейді хуббук дейді. Сен жақсы көрем дейді, сол бар дейді менде. Пайғамбар саллаллаху айтады да, саған деген махаббатым бар дейді. Субханалла. Анта ма'ман ахбабта дейді. Субханалла. Яғни сен не дейді? Сен жақсы көргеніңмен бірге боласың дейді. Субханалла. Демек пайғамбар саллаллаху бірге болады деген сөзді қиямет. Бұл жақсы да, бірақ анаған жаңағыдай нәрсе айтқан. Енді бұл қайсы деп ұзақ таласады енді. Субханаллаху алам енді. Біреулер анау дейді, біреу мынау дейді. Бірақ та мына жердегі мінезіне қарасақ, қиындау бір нақты нәрсені айту. Өйткені араб шөл араптарының мінезі негізі сондай болады. Ол жәннатпен сүйіншілген, жәннатқа бір ишарат қылынған араб болсын, немесе жәннатқа бір ишарат қылынбаған араб болсын, бәрі мінезі осындай болады бұлардың ше. Қиындау негізінде. Жарайды. Бір араби мешітке кірді, дұрыс па? Сөйтіп, Наби саллаллаху пайғамбар саллаллаху жәлисін отыр ет дейді. А бірақ басқа бір риуаяттарда пайғамбар саллаллаху отыр ет дейді. Фасолла. Сөйтіп жаңа кірген кісі намаз оқыды. Фаламма фараға, намаздан босаған кезде қала айтты: Аллахумма архамни ва Мухаммада ва ла тархам ма'ана ахада. Не деп айтты дейді? Намаз оқып, араби, шөл даладан келген араб кісі кірді мешітке. Пайғамбар саллаллаху отыр еді. Ол кісі тұрып намаз оқыды дағыны. Жаңа араби кісі. Намаз оқыды дағы, намаз оқып болғаннан кейін былай деп айтты: Аллахым, мені рахмет, Мұхаммедті рахмет, бізбен бірге, басқа ешкімді рахмет. Сөйтіп айтты дейді. Екеуі аламыз деп тұр қопшым. Субханалла. Фәлтафата илайхи ан-наби саллаллаху алейхи. Сол кезде пайғамбар саллаллаху оған қарады дағыны: лақад тахаджарта васиан. Кеңді тарылттың ғой дейді. Кең нәрсені тарылттың дейді. Енді бұл риуаят әртүрлі. Бұл Термизидің риуаяты ғой. Риуаяттар әртүрлі. Кейбір риуаяттарда бұл пайғамбар не жерде өзі жеке оқыды деді ғой. А кейбір риуаяттарда пайғамбар саллаллаху бірге намаз оқыған айтылады. А енді вообще кейбір риуаяттарда бұл кішілер сындырғаннан кейін бәрі атака қылып, оны тоқтатқаннан кейін барып мына сөзді айтқанын айтады. Аллахумма архамни ва Мухаммада ва ла тархам ма'ана ахада дегенді кейін айтқандығы да келеді. Әртүрлі варианттар бар жалпы. Бұл Термизидікі бірінші тұрады, бірақ бірінші келген. Түсіндің ма? Жарайды. Одан кейін не дейді? Пайғамбар саллаллаху жаңа айтты. Одан кейін валам ялбас, кішкене уақыт тұрмай, анбала фил масжид. Жарықтық. Мешітке кіші дәрісіндірді дейді. Я. Фасра илайхи насу. Адамдар оған асықты дейді. Ей деп жаңа адамдар не істеп атынау мешітке дәрісіндірған не істеп асықты дейді. Сол кезде фақала наби саллаллаху алейхи уассалам ахриқу алейхи сажла. Оған төгіңдер дейді. Ол жаңа кішілер сындырған жерге сажла. Сажла деген бұл үлкендеу шелекке айтады негізі. Үлкендеу сондай шелекке айтылады. Мұны сондайды төгіңдер, яғни су, мин маин, судан. Немесе дәлуа мин ма. Дәлу деген шелеген, түсінікті. Бірақ анау сәлжан бұл үлкендеу шелекке айтылады. Көлем үлкендеу.
Сумма қол, сосын пайғамбар салам айтты дейді: иннама буистум муяссирин ва ла тубасу муассирин. Сендер жеңілдік үшін жіберілгенсіңдер, ауырлық үшін емес деп айтты дейді. Енді хадис түсінікті болса, енді бұл хадистің фихына келетін болсақ, енді жалпы жерге нәжіс тисе және оған жаңбыр жауса, түсінікті ма? Жаңбыр жауса, сол оны жуғандай болады екен ғой. Сол үшін су құй деген сол екен да. Түсінікті ма? Мысалы далада нәжістер тиеді ғой, жерде неше түрлі нәжіс болады ғой далада. Сол жаңбыр тисе, сол жуғандай болып тазарып кете береді екен да. Иә, немесе жаңбыр тимесе немен тазарып кете береді екен? Кебумен да. Кеуіп ешқандай әсері қалмаса, иісі анауының ешқандай әсері қалмаса, осылай да тазарып кете береді екен жер. Әлбетте әсері қалмау керек бірақ. Түсінікті ма? Әсері қалмау керек бірақ. Енді бірақ та Мухайтул Бурхан кітабында, Бурхани кітабында былай деп айтады: егер жер суды сіңіріп алатындай жұмсақтау болса, ол кезде оған жаңағы су құйса дейді, немесе су түссе, сөйтіп сол оны іші баса дейді, яғни сіңіріп алатын болса, жер құйған суды сіңіріп алатын болса, ол кезде тура бұл киімді сыққандай болады дейді. Яғни біз киім жуған кезде жуып сығып тазартамыз ғой, сөйтіп таза болып кетеді дейді да. Тура сөйтіп таза болып кетеді дейді. Ал егер қатты болса дейді, сөйтіп су сіңбей басқа жаққа жылжытса дейді, мысалы құйдың суды мынерден, қатты да сіңбеді, сөйтіп не қылды, мына қарай жылжыды су, бетінде су қайғы ағып кетті. Енді мына жер таза болады дейді, бірақ мына жақ нәжіс болады дейді. Түсіндің ме? Иә. Ал егер жаңағындай іш жаққа жылжымаса, және сол жерді су құйғаннан кейін сіңбесе, ол жерді не қылу керек дейді? Күрекпен аудару керек дейді. Иә, сол кезде таза болады дейді. Енді бұл жерде аудару дегеннен мақсат дейді, астын үстіне, үстін астына қарату дейді. Аудару дегеннен мақсат сол дейді. Енді бір қызық нәрсе деді имам Тахауи рахимахулла. Егер жер қатты болса дейді, жер қатты болса, және қандай болса дейді, сай болса дейді, қия болса дейді. Иә. Сөйтіп соның да қия болса, мына асты жағы, асты су бәрібір мына жаққа құйсаң, мына жаққа ағып кетеді ғой су. Мына жаққа құйсаң бәрібір мына жаққа ағып кетеді. Сол кезде осы ағатын сай жағың бар ғой, осы жағын қазу керек дейді. Сөйтіп мынау нәжіс бірақ үсті жаққа тиген. Бірақ су құйсаң бәрібір не істейді? Бәрібір ағып кетеді. Сөйтіп осы төмен жағын қазу керек дейді. Сөйтіп үсті жағына су құю керек дейді. Сөйтіп бұл ағып қайға кетеді? Жаңағы қазған жаққа түсіп кетеді. Кейін бетін топырақ төңкеріп жауып тастайсың дейді. Осымен таза болып кетеді дейді, субханалла. Е Аллах. Ал егер теп-тегіс болатын болса, бірақ теп-тегіс және суды сіңірмейді, мүлде. Теп-тегіс және суды сіңірмейді. Ішіне қарай жұтпайды, сіңірмейді. Ол кезде не істейсің дейді? Астын үстіне, үстін астына қаратып қойсаң болды дейді. Жуудың, ештеңе төгудің қажеті жоқ дейді. Түсіндің ме? Иә, осылайда таза болып кете береді дейді. Бұл Мухайтул Бурхани кітабында келген нәрседір. Иә. Демек, бірақ сол кезде пайғамбар салам су төккендігі, бірақ кейбір риуаяттарда Абу Даудта болса керек, шатаспасам, қаздырып су төккен. Плюс пайғамбар салам қаздырып сол жерді шығарып жіберген риуаят та бар. Мешіттің сыртына шығарып тастаңдар деген бұйрық берген де бар. Бұл мурсал болып келеді, енді бірақ бізде мурсал дәлел маңызды, жалпы ондай риуаят та бар. Қазғызып сол жерді шығарып тастағандығы риуаят та бар. Түсіндің ме? Яғни кейбіреулер ойламасын да, пайғамбар қалай ол сахабалар сідік жерген бір шелек су төгіп намаз оқи берген екен деп кейбіреулер тиісуі мүмкін де. Жоқ, андай жаңағындай риуаят та бар. Қазып не істеген? Шығартқызып жіберген риуаят та бар. Түсіндің ме? Иә, машалла. Осымен иншалла біздер Китабу Тахара аяқтадық. Иншалла келесі сабақтан Китабу Соланы не істейді екенбіз? Бастайды екенбіз. Субханакаллахума бихамдик. Ашхаду ан ла илаха илля ант астағфирука ва атубу илейк. Аллахым өзің біздерге тауфиқ, ықылас, хидаят бере көр. Раббана атина фид дуния хасана ва фил ахирати хасана ва қина азабан нар. Аллаху акбар.